Жылай бермесең енді. Туған ағаң менен несін жасырасың? Айта алмаймын. Ана күйеуің, тентек күйеуің ішіп келіп сені ұрды ма? Жоқ, ұрған жоқ, одан да жаман. Мен содан барып өзімді жаман қорқам. Айтсайын, не болды? Қайнағам ғой деп мені сыйламаса, әйелім ғой деп сені сыйламаса, келген сайын маған ұрсады, мені ұрып та жіберген кездер бар. Айтшы, соттатып береміз де бар ғой, кетіп қаламыз. Ондай тентек күйеудің не керегі бар саған? Табылар басқа, Құдай қаласа болса. Айта алмаймын. Айтсай, не болды, айтсай енді. Жүсіп, әбекең ауырып қалды. Ой, Құдай, мен бірдеңе болып қалған екен десем. Ауырмақты күліне ап қатып қалмай. Сол оның немесіне жылабасың. Сен ауырғанда жылады ма сол саған? Сен ауырған кезде сенің өзіңе тамақ істетіп қойған жоқ па? Ауырады, жазылады. Жүре бересің сөйтіп. Құдай бізге бір оңған бір күйеу бала да бермей қойды ғой әйтеуір. Біреу жынды, біреу есалаң, біреу бір суайт. Әйтеуір. Жоқ, Жүсіп, сен түкте түсінбей тұрсың. Жоқ, айтсай, не? Жоқ, әбекең басы ауырып қалған, басынан кеткен. Өйткені маған өмірінде айтпаған сөздерін айтып жүр ғой. Жоқ, енді ауырғанда енді айтатын әңгімесі бар. Не деді? Айтшы. Сен білесің бе? Әбекеңнің есі ауып кеткен, шаріктер қозғалып кеткен. Өйткені маған келіп, жаным деді ғой. Жаным десе жақсы емес пе? Сен білмейсің ғой, сен білмейсің. Бір апта болды. Үйге келсем, мынау полдардың бәрін жуып, кірлердің бәрін деген жуып шайып, мынау тамақ дайындап аяқтардың бәрін жуып шайып қояды, әдет шығарды. Ой, бұрмай, а? Иә, ол жай ғой. Мен кеше жұмыстан келсем, менің анау ескі халатымды киіп алып, мынау ваннаға кірдің бәрін толтырып қойып жуып отыр. Мен келіп, әбеке жаныма, мұның не десем, Гулечка, айналайын, сен барып демала ғой. Мен саған қазір күшті тамақ істеймін, сосын сен демалып болғаннан кейін мен сені оятам да тамақтандырам деп отыр ғой, Құдай-ай. Шынында да есау шариктері жайлап жан-жаққа жылды жей бастаған екен, ә? Не істеймін, Сен анау Мәрияның бірінші күйеуін білесің ғой? Сол бірінші күйеуі бар ғой? Сол бірінші күйеуі. Сонда айтшы, берген. Мәрияның бірінші күйеуі бар ғой? Сана жынды боларының алдында да? Жынды боларының алдында үйіндегі видео-магнитофонның бәрін ваннаға салып кірсарымен жуған ғой. Сөйтіп ақыры жынды болып кетті ғой. Екінші күйеуі де сондай болды. Екінші күйеуі бар ғой, ана Мария, жаным, сенің айтқаныңдай, жаным күнім деп гүлді бере беріп, мойнынан қылқындырып өлтіріп қойған. Жаман болған, мұнда жаман. Сөйтіп ақыры ана 5-ші этаждан құлап өлді ғой. Не істеймін, айтшы. Сен амал жоқ қайтесің, басқа саса көнесің енді. Ана психик больницаға апармасақ болмайды енді. Не? Психик больницаға апармасақ. Жындығанаға апарайын деп тұрсың ба? Не қайтеміз, амал жоқ қой енді. Қой, жазылып кетер. Жазылса жақсы, жазылмаса не істейсің енді? Жазылмаса ма? Ердегі әкетейік, болмайды. Жоқ, бауырым, айналайын аға. Жүсіп, бетейікші. Мынау қазір әбекең келген кезде сен бар да амандасшы әбекеңмен. Сен таным екен, көрейікші. Танымаса не істеймін? Танымаса ма? Жынды болып. Танымаса білмеймін. Бетейікші, егер ол сен танып жатса, енді саған сау күнде айтып жүрді ғой, сен ренжіме маған, енді сау күнде саған маймыл, Кощей бессмертный, махау деп жаман сөздер айтып жүрді ғой. Оған құлағым үйреніп қалған, оның көңілім алмаймын. Сен ренжіме, конечно, бірақ саған сондай жаңағы сен танып жатса, сен барды айт, ей, сен мені маймыл, Кощей бессмертный дедіңді бір қойшы. Ой, ол өлтіріп қояр ба? Ондай әрекет жасаса жақсы ғой ол. Қандай әрекет жасаса жақсы? Мені өлтірген жақсы ма, сонда ұрған жақсы ма, мен сонда қызықпа деймін. Ту қорықпашы, өлтірмейді сені. Ол егер сені ұрса, ол ашуланса, есі орнына келген деген сөз. Ал ашуланбаса. Мас болған ма? Сен мазақ қып тұрсың, айтқаның бәрі істейін. Келе жатыр. Байқап көрейікші, мен білмеймін ғой. Қыла тұрайын. Сен жаңға айтқандай, сен бір ұрып жарай ма? Мен неге маймыл дедім, ұмытпа. Ассалаумағалейкум, қайнаға. Қалайсыз, келуіңізбен жаным? Гүлішке жаным мен, алтыным менің. Білесің мен саған не әкелдім? Жаным. Өзім берем. Қайнаға өзім ақ бере салат ем ғой. Ассаламағалейкум. Қазір амандастым ғой. Мен танисың ба?
Сізді танымай жын ұрыппын мен? Со жын туралы мәселе болып тұр да қазір. Қайнаға әзіліңізді қоймайсыз. Жай әзілдеп. Қайнаға үйге кеп қаған екенсіз. Қазір ваннаға суды толтырайын. Сізді ваннаға түсірейін. Шашыңыз өсіп кетіп, шашыңызды өлтіріп, площадкаға алып берейін. Жұрт әрекет деп ойлап қалсын. Сосын қазанға ет салайын. Бір бауырлар сияқты отырайықшы. Мен бар ет салып келе берейін. Жетке 30 минут қалып үлгерейік. Кеттім мен. Қайнағам келді, қайнағам. Негізінде мынаң бар ғой, сау болып жүргеннен өз пендек болып жүрген дұрыс ау деп қойдым. Жай сөйлеп қойшы сен. Адам келді. Не істеймін ал, не істеймін. Шынында да өзі бар. Ауыра бастапты, Бір апта осы Баяғыда бар ғой, екеумізді бар ғой, ұрып соғып жұмсайтын еді, мынау. Енді айтып тұрмын ғой, көрмейсің бе қазір? Ауырғанына бір апта болды дедің бе? Бір апта. Не істеймін? Келген кезде бар ғой, енді мен сенен туған әйелсің, саған анша ашулана қоймас. Сен келген кезде араққа жұмса, пивоға жұмса. Кетая жынды ма? Не жұмса? Қалай жұмсай мен оны? Жұмсай бер, сен әйелсің ғой енді. Ал егер бар ғой, Айгер. ол мақұл жарайды. Пивоға барам десе, ол жынды болғаны. Ал бармай, сен кімді жұмсап тұрсың десе, тағы да сынап көру үшін сен жағынан тарт. Ойбай, мені өлтіріп қояр. Қалай тартамын оны? Тартып жөр жағынан, қызық па деймін. Жарайды, тартармын. Ал, сауық қана керек қой. Ал егер оған да үндемесе не істеймін ал? Оған үндемесе маған жібер. Ойарама. Қараша, мен ұрзғалай деп тұр ғой, Ойарам, мен сен бауырым деп. Сен таяқ жеп үйреніп қалғансың ғой, сөйленді. Жарайды. Одан басқа мал жоқ па не? Қайнаға, ваннаны толтырдым. Жетіге 10 минут қалды, үлгеріңіз, жүріңіз. Суға түсіңіз. Ассалаумағалейкум. Қайнаға, осы мен сізбен үшінші рет амандасып тұрмын. Жоқ, сен былай айналайын әбіке, сен адамгершілікпен бүйтіп әңгімелесейікші. Сен мені танисың ғой, Таныйым? Танисың ба? Мен кім? Сен менің ең жақсы көретін единственный қайнағамсыз. Танып тұр ғой бәрі. Так, танисың ғой, Таныйым? Жабекен, бұлай бұйт бар. Сен басың ауырып, бір басың айналып, бір әрекет болып жүрген жоқ па? Өзіңден бір сезіктеніп дегендей бір түрлі ойда қап. Жоқ, қазір ауру деген мені айналып қашатын болған ғой. Күніге 250 отжимания, 360 пресс, сосын жүгірем. Грипп дегеннен. Мен бір күтіп дүниетінде ештеңе байқап тұрған жоқпын. Не болды? Қайнаға, бағанды айтсаңшы. Мына Гүлжан, сен бір сөйлесем дегенде бірдеңе деп. Әңгіме айтып. Әбекем. Әбекем. Әбеке, сен бар көше? Мен подарки берейін деп жасырдым ғой. Жоқ, әбеке, сен барды, сен магазинге барды, маған пиво, арақ, коньяк алып кел. Шампанский мен қосып әкелем қазір мен саған. Ой, мынау таза жын деген. Жоқ, бәрін әкелем ғой, жаным, әкелем. Бірақ ол арақ деген алғаш болып кетесің. Бауырды отырғызады, бүйректі отырғызады, бауырың іріп кетеді. Қайнаға айтыңызшы. Жоқ, сен алып келгенсің, алып кел. Жоқ, әкелем ғой. Барда арақ алып кел, біз Жүсіп екеуміз ішеміз. Ішетін болсақ үйде ашылғанда арақтар, коньяктар бар ғой, соны іше бермейміз оны. Бармайсың ғой, Жоқ, бар десең барамын. Бармайсың ғой, Олай болса, мен саған. Жаным, қолым ауырды ғой, айтсаң өзім ұрамын ғой. Айттым ғой, мен саған ауырды деп. Әбеке. Ой, жынды. Ай, жынды, доғар болды. Айналайын, әбеке. Ой, оңбаған, жынды. Болды, доғар. Елмен көрейін, Аймалдайын. Не деген белесің сен? Мен қарындасымын ағып тиісесің сен? Тиіскен жоқпын ғой. Не ұрасың? Қашан? Оңбаған. Сен мені маймыл Кащей дейді екенсің ғой сен мені? Кащей сказкада ғой, маймыл Африкада. Ой, оңбаған. Сен мені десантурада слушать еткенімді ұмытқандың ба? Жоқ, ұмытқан жоқпын. Басыңнан айналдырып тұрып бір тебейін бе тұрған жеріңді? Жоқ, тебе беріңіз, бірақ бұтыңыз айырып кетпесін, абайлаңыз. Бұнда? Сен мені оңбаған. Оңбаған. Оңбаған.
Ойбай-ай, мұрның қанап. Ой, қойыңыз. Мұрным қанап кетті. Жүккелер мұрныңда. Қайнаға, жетіге 3 минут қалды үлгерей, кетпер, жүккелер мұрныңда. Мұрным қанап кетті. Не болсын шорып, мұрның қанат қойдың ғой, құдай, әбекем. Енді сынайық деп жатырмыз ғой, қаяқтан? Не слушай, не болсын шорып, құдай, айттым ғой мен саған есі болып кеткенде. Не істейміз, не істейміз? Есі ауысып қалған екен, не істеймін, қандай мал бар, құдай, айттым ғой мен, айттым ғой. Ауырып қалған адамды ұра бергенімізді өзі ұят болды ғой. Не істеймін, айшы, не істеймін, басқа қандай мал бар? Күлеге бітейік. Не істеймін? Бұны ауруханаға психик больницаға апармасақ болмайды. Одан басқа мал жоқ қой? Басқа мал жоқ қой, қайтасың енді. Өсіп жазылмайсың, бұл түрмен жазылмайды мынау. Ауруханаға апармасақ Сонда болмайды. мен скорый шақырайын. Келе жатыр. Ауруханаға. Скорый, звондайды. Скорыйға звондады. Сен тек ұрмашын тіріме. Қайнаға жүрсеңіз суға түсіп алайық та. Бала шағасынан о. Әбеке, айналайын, демалавош көкім. Жаным, айналайын, демалавош кел, демалавош. Демаламыз, қазір бәріміз демаламыз. Үш бала. Бірінші сендер демаласыздар, сосын мен демаламын. Жетім қалатын болды. Әбеке, айналайын, мен қазір скорый шақырам жаным. Шақыра бер, керек болады. Демал. Скорый керек болады. Бір жерге звондап жіберейін, бір жерге. Демалавош кел. Звондай. Жаным, айналайын, кел. Звондамай, кел, демал. Айналайын. Алло. Уалейкум, ассаламу алейкум. Үй іші бала шаға малайсың ба? Сыпайы болып жүрмін, иә? Қасымда куәларым бар міне. Қайнағам, қатыным айтшы беріңізші. Сенбей жатыр. Не сенбейді? Сыпайы екенім ме? Сыпайы, айналайын, ойналайын. Әбеке, айналып кетейін, демалавош жаным, көкім. Уәли, естің бе? Жетіге дейін бір апта әрек дегенде шыдадым ғой. Бір жайшыға арағыменен артистерді сразу алып кел. Сіздің ба? Қазір келе, күтемін сен. Давай. Үш баласына Әбеке, өзім жаным, қарай. демалавош көкім, жаным, демалшы. Ишарай. Майман. Ишарай, ойналай, маймыл деген даусынан айналай, маймыл деген Әбеке, даусынан. Тарт қолыңды. Ойнал, жата ғой, жат. Әбеке, жаным, демалавош, әбеке, жаным. Айналай. Майман. Әбеке. Кощей бессмертный, мына үйге Мың бала, жетмір! Мына үйге екінші рет келсең, мынау аяғыңды сындырап нептем саған? Айттым ба айттым? Құр кет. Кеттім саған, Жүзіп айналайын, рахмет саған, сауықты рахмет, бауырым рахмет. Уәли келгенше барып, қамақтың еш шарақ араға кел. Болды, кеттім. Беркел, Бауырым рахмет саған. Беркел, Кощей бессмертный, Беркел. Мына жерге келсең, мен саған екінші рет тізегінен төмен қарай сындырып берем деп ем. Жоқ, қайнаға кешіріңіз. Астыңа ташке алып берем. Отырып алып 180 мен поворотта. Ақша беріңдерші деп жүресің. Өзің бойың тұрсүйдің балағынан келіп алып кімге теппекші не? Десантура тепші басыма. Ұстап алып бұтыңды айып бастайын мен қазір. Гүлжан, сені ауырды, мазасы болмай деген соң жай келгенін кемен. Көктем шықты. Бір ай біздің үйде бесплатно жұмыс істейсің. Огородты егесің. Етті салып қойдым, қазір бір қамыр жаясың. Түсіндің ба? Пол жуасың. Қайнаған сыйламайсың ба енді? Валидің өзі келеді, құр кет. Ой, мұнаны сау болғаннан ауру болған жақсыды ғой. Қалай? Неужели шыдадың, Әрек, сұра. Ансамбль балдар ма бұлар? Ансамбль балдар ма? Блатной ма бұлар? Өй деп Тегін әкет сұра мұнады. Шыдады ма, мұнау? Кім? Сағат қаншаға дейін шыдады? Айтсай. Көп шыдамады. Сағат қаншаға дейін шыдады? Бұл аяқ жағында кеп қалды. Көп болса 7-ге дейін. Аппаратураны құра бер, бауыржан. Так, жұмсай бер. Не істейін? Қамыр жай дедім ғой біз, қамыр жай. Кеттен ғой біз. Так, қарызын мойындаймын, бірақ келеш жетті мен ойнаймын, сенде. Мен бірақ қазір саған арақ шарабың дайын тұр, бір жәшік арақ келгем. Бауыржан тұрғыр айтты, естіп ансамбль. Тағы не керек саған? Мен ең мықты Қазақстандағы группаны әкелдім. Кім ол? Кім? Нұрмұхасан деген танисың ба? Білесің ба? Танимын ғой. Тақысы екен компьютерін ғой. Мұхасан, Нұрлан! Келді ішпек. Көрсін мұны, біле? Ертіп келеді мұны. Ырза болдым саған, ырза болдым. Авторитетті көрдің ба?